Олар жаяу Меккеге қарай кеткен ғой, мұсылмандар болған ғой. Қазақты таптап жатыр деген. Ал қандас деген сөз қалай ұнамай ма? Қыздың дәрежесін сол балабақшада төмендетіп тұрған. Мүмкін келу керек емес шығар деп ойлаймын. Привет дегенді мен ойладым, қазақтың тілі ма деп, қазақтың сөзі ма деп. Солай Армысың қазақ елі, біз бүгін міне Солай де подкастының алғашқы шығарылымын бастаймыз. Мен есімім Мирсайын Нұрқожа, қасымда Эльзат және бүгін қонақтарымыз Доня және Алтынай. Өздеріңіз таныстырып кетсеңіздер. Менің есімім Доня. 3 жыл бұрын Ираннан көшіп келдім. Қазақстанға Румадай болады. Жұмысым дизайнер. Сәлеметсіздер, менің есімім Алтынай. 2 жыл бұрын Қытайдан келгенмін. Орта жүз уақыттың қызы боламын. Ал енді біздің бүгінгі тақырып ол қандас, оралмандар. Екеуіңіз де шетелден келген қазақтарсыздар. Енді өздеріңіздің тарихтарыңызды айтып берсеңіздер, отбасының тарихын және осы жаққа келген кездегі өздеріңіз өмір баяндарыңызды айтып кетсеңіздер. 1920-30 жылдары ашаршылық кезінде менің ата-бабам Маңғыстау жағынан Иранға қарай көшіп кеткен. Бірінші Түркменстанға барып, жаяу жолмен Түркменстаннан асып Иранға көшіп кеткен. Одан кейін сол жерде тұрып, сол жерде бала-шағалы болып, қазірге дейін сол жерде қалып қойған. Одан кейін 1992 жылдары Қазақстанға қарай кейбір ағайын туыстарымыз көшіп қайтқан. 1993 жылы менің атам мен апам Алматыға көшіп келген. Ал біз қалып қойдық Иранда. Қалып қойып, осы 3 жыл бұрын мен бірінші өзім Алматыға көштім. Университет бітіргеннен кейін, кішкене жұмыс жасағаннан кейін, Иранда бір рет бізді Отпантауға бір фестивалға шақырған еді, Наурыз фестивалына. Адайлықтардың фестивалі? Иә, адайлықтардың фестивалі. Фестиваль не амал күні деп аталады. Иә, амал күні, көрісу, иә? Иә, көрісу соған шақырған еді. Одан кейін сол жердің салт дәстүрін көріп, қазағы нем оянып кетті. Рухани жағынан оянып кетіп, Қазақстанға көшуді шештім. Ал сіздің аталарыңыз осы Иранға кетпей жатып, осы Қазақстанда кім болған? Бай болды ма, әлде басқалармен қатарлы адам болды ма? Иә, олар негізі сол кезде мал бағып, малдары көп адамдар болған. Сол кезде Совет үкіметі оларды қысқан ғой. Олар кейбіреулер білімді адамдар болған, сосын қысқасын өздерінің дінін сақтайын деп, және мақұл деп айта алмағасын, қалай айтады, қысқанға олар шыдамағасын, көшуге шешім қабылдады, иә. Одан кейін олар көшіп Иранға. Олар негізі Иранға көшетін ой болмаған оларда. Негізі олар жаяу Меккеге қарай кеткен ғой, мұсылмандар болған ғой. Меккеге қарай барамыз деп шешкен екен. Сосын жолда солай ауырып, кейбіреулері сол жерге тоқтап қалып, сосын сол Иранда қалып қойған. Алтынай, енді сіздің тарихыңызды тыңдайық. Ата-бабам бұрыннан енді үлкен кісілердің айтуында негізі шекара деген болмаған. Бір күн дегенде ортада қазақтар өзен жағалап солай отырған қалып қой. Өзеннің ар жағы мен бер жағын бөліп, өзен мен шекара деп бөліп тастаған. Сол себептен сол жақта туыс туғандарым қалып қойған сол кезде деп айтады үлкен кісілер енді Қазақстан жақта. Енді кішкентай кезімізде әжелеріміз кетеді, қоштасып, Қазақстандағы, енді ол кезде енді Совет өкіметі деп айтады. Мен кішкентай кезімде Совет өкіметінде туыс туғаныма барам деп айтады, қоштасып кетеді. Кететін кезінде үлкен той болады. Енді мүмкін келе алмай қалатын шығар деп, енді ол кісілердің кішкентай кездерінде бір күн дегенде шекара болып, екі жаққа бөлініп қалған екен. Бертінде енді шекара ашылған кезінде ғана туысшылап келеді. Сол себептен сіздің жаңа туысқандарыңыз Қытайға, Қазақстаннан көшкен жоқ, сол аймақты мекендеген. Негізі сол аймақта болған. Бір күні Қытайда оянды, иә? Шекара пайда болып, екі жақтан негізі солай деп айтады. Енді бертінде ғана
қиыншылық ашаршылық болды, байларды күн көрсетпеген кезінде кәне орыстарға негізі бас имейміз деп кеткендер бар, бірақ анда қашқын деп есептемейміз оны. Негізі көп кісілер айтады, олар сіздер қиыншылыққа шыдамай қашып кеттіңіздер дейді. Негізі олар ол кісілерді мен жөнінен айтқанда қашқын деуге болмайды, ол кісілер басы иғысы келмейді. Негізі солай болды ғой, мысалы сіздің ата бабаларыңыз жаңағы Қытайдың маңы мекендесе, ол жаңағы өзінің көшіп қонып жүрген кәдімгідей өз мекеніне кетті. Мысалы Доняның ата бабалары адайлықтар, олар қаншама ғасыр бойы жаңағы Түркменстан, Иранның жерінде олардың жайлаулары болған, сол жақта мал бағып жүрген, және жай ғана өздерінің басқа жайлауына кетіп қалды, былай қарасақ. Ал енді сіздерге сұрақ, осы Қазақстанда қазір жақында оралман деген сөзді қандасқа ауыстырып жатыр. Оралман деген ол дұрыс емес, дөрекі болады деп жатыр. Ал сіздердің ойларыңыз қандай? Мысалы сіздерге оралман деген дұрыс па, әлде қандас деген дұрыс па, әлде екеуі де ұнамай ма? Оны мысалы оралмандар ешкім сұрап жатқан жоқ қой қазір. Оны сіздер сол барлық адамдардың атынан айтсаңыздар. Өзім жөнінен айтқанда оралман да қандас та маған қатты ұнамайды. Бір қазақ болғаннан кейін не себептен екінші бір атау керек оған. Қазақ десе болды, менше жетеді сол. Сізге бөліп тастап бір жеке мемлекет сияқты болған ұнатпайсыз, иә? Өз бәрі бір қазақ болғаннан кейін, жаңа айттым ғой, бұрыннан көшпенді халық болғаннан кейін, бұрыннан сол районда отырған, жай былай көшіп қонып жүрген кезінде, енді әзір оны айырым оралман деп бір атау берсеңіз, сонда оралман деген басқа жаққа кетіп қап қайтадан келген болып есептеледі. Нағызы енді шындығында ол кеткеніміз жоқ. Сол орында тұрып жаттыңыздар, жай ғана бір күні Қытайдың бөлігі болып қалды, иә? Иә. Енді тарихи оны біреу дұрыс қата деп те айтуға болмайды. Өз орнымызда тұрып жатырмыз, әлде қазақпыз, сонда бұрында да мүмкін тұрған шығар ата бабамыз, менің де енді уақыттар ата бабам тұрған шығар, оны қайтадан оралды деп есептеуге болмайды. Мен қазақ десе маған ең ұнайды. Айырым бір атау маған қатты керек емес шынында. Сен не ойлайсың осы туралы? Мен ешқандай сезген жоқпын ондай бөлгендерін. Оралман, қазақ деген, оралман жаңа қандас деген атаулар екеуін қайсысын айт, немесе екеуі де ұнамайды ма? Жоқ, мен өзім менен сұраса, мен Ираннан келдім дегенде, негізі оралман болам деп өзім айтам. Дөрекі ода көрмеймін. Негізі мен өзім айтам. Білмеймін оның қалай негізгі мағынасын түсінбегендіктен ба, бірақ мен ешқандай оған жаман сезген жоқпын. Маған біреу оралмансың ба деп те айтқан жоқ, бірақ өзім бастап айтамын солай. Ал қандас деген сөз қалай, ұнамай ма? Оралман деген жақынырақ па сонда? Ешқандай айырмашылық көрмеймін екеуінде де. Қандас дегенде де, оралман дегенде де білмеймін, бір түрлі бірдей естіледі маған. Бірақ жаман қабылдамаймын ешқашан. Доня, сен айтып жатсың ғой, 90-шы жылдары атаң мен әжең Ираннан келді деп. Олар арнайы шақырумен келді ма? Мысалы біз естуіміз бойынша Нұрсұлтан Назарбаев сол Иранға да барып, осы өзіміздің қазақтарымызды елімізге қайтару үшін біраз бағдарламалар жасап, арнайы шақырумен шақырды. Сол кезде сондай шақырумен келді ма, әлде басқаша болды ма? Иә, оны мен сізге түсіндіріп берейін. Негізі менің атам сол Иранда Техран университетінде заң қалай айтады, заң Техран университетінде заңгер дейма, заңгер бітіріп сот болып жұмыс жасаған Иранда. Сосын ол кезде ол қатты сол жерге қазақтарға жанашыр болған, сол жерде тұрып жатқан қазақтарға, және сол кездері революция болғаннан кейін соғыс басталды ғой Ауғанстанда. Ауғанстанда соғыс басталып, көп қазақтар Ауғанстаннан Иранға көшіп келді. Сол жерде біздің Иранның қазақтары оларға орналастырып, қазақ деп, оларды үйлеріне кіргізіп, және оларға қалай айтады, орын берген, қонақжай болып. Одан кейін мен атам ойластырған, қалай Қазақстанға көшіп кетсе жақсы болады деп, қазақ қой бәрібір деп. Сосын бір бағдарлама ұйымдастырған, бірінші құрылтайға барған екен.
Құрылтайға барғаннан кейін 1992 жыл ма осы шекара ашылғаннан кейін бір үлкен құрылтай болды. Қазақтардың құрылтайы болды. Сол жерде менің атам тағы да Ирандағы адамдар кішкене қалай айтады қазақшасы, игілі деп айта ма, кішкене оқыған сондай білімі бар адамдар құрылтайға қатысқан ақсақалдар. Сол кезде олар шешкен, осылай Қазақстанды көріп, өзі рухани жағынан мен келгендей солай сезінген шығар, білмеймін ол кезде. Бірақ солай шешкен, көшіп кетсе қалай болады деп. Бірінші Ауғанстанның қазақтарын көшірген, бірінші Назарбаевты шақырып Техранға, менің атам ұйымдастырған соны. Сол кезде сол жерде бір үлкен жиналыс болды. Одан кейін 1993 жылы бірінші көш Қазақстанға болды сол кезде. Одан кейін бірінші Ауғанстанның қазақтары және Иранның қазақтары көшіп бастады. Одан кейін жыл сайын сондай көш ұйымдастырылды қазірге дейін. Сол тарихы. Негізі адайлық болғаннан кейін сіздердің ата-бабаларыңыз біздің батыс өңірінде тұрған ғой бұған дейін. Ал қазір сонда сіздің ата-әжеңіз Алматыда тұрып жатыр, иә? Сол жұмыс бабымен болды ма, әлде қалай? Кешір, ұмытып кетіппін сіздің сұрағыңызды. Мен басқа нәрсе айтып кеткен сияқты. Сол кезде негізі қазақтарды Ауғанстаннан келген қазақтарды Шымкентке көшірген. Сосын Ираннан келген қазақтарды сол өзі адай орнына, адайлардың тұратын жеріне, өзі жерлеріне орналастырған. Неге Ақтауға. Бірақ менің атам өзі ешқандай мемлекеттен ол жерде үй берген ғой, қазақтарға көшкен қазақтарға үй беріп, солай жасаған, саппорт жасаған. Бірақ менің атам өзі келіп үй сатып алып, Алматыда тұруды шешкен. Сол Алматыда жұмыс жасап, өзі солай сол жерде қалып қойған. Бұл келген кезде квартира берген жоқ па сонда сіздерге? Мен атама жоқ, атам өзі сатып алған. Саған берді ма квартира? Маған жоқ. Негізі Доняға басқа көзқараспен қарап кеттім ғой. Бұған дейін негізі айта кетейін, Доня Қазақстанға келгеніне аз уақыт болды, бірақ уже жарты жылдың шамасындай бізбен бірге жұмыс істейді, дизайн студияда дизайнер болып жұмыс істейді. Мен негізі бірінші рет Доняны танысқан кезде Иранда дизайн саласын оқығам деген кезде Иранда қай бір дизайнды оқытады деген ойда болған негізінде. Одан кейін талаптарын қарап, қолына не келетінін көргеннен кейін мен шынымен таңғалып қалдым. Сол жақтың мектебі жақсы болған ғой, дизайн мектебі? Дизайн мектебі университетте жақсы білім береді деп айта аламын. Сондықтан Доня біздің командада жұмыс істейді. Бұған дейін атасы, апасы туралы көп сұрақ қоймадым ғой. Ал енді өзгеше қарап жатқан себебім, өйткені бұған дейін мен естуім бойынша, айтып отырмын ғой, естім Назарбаев арнайы барып, осы қандастарымызды дейміз, оралмандарымызды дейміз, қазақтарымыз дейміз. Бұл айта берейік, қазақтарымызды жинағысы келген оймен барған кезде мен естуім бойынша көптеген білімі бар, мұғалім, сондай қадірлі қазақтар сол жақта келіспей Қазақстанға келуге. Өйткені Қазақстан енді дамып жатқан кезде, былай айтқанда жағдайы мүшкіл болды ғой біздің еліміздің. Сол кезде көптеген адамдар келіспей сол жерде қалып қойды. Соны сұрайын деп жатқан. Иранда қалған дұрыс деп па? Иранда қалған дұрыс. Иранның жағдайы Қазақстанға қарағанда әлдеқайда жақсы деп ойлаған шығар сол кезде. Ал қазір жағдай өзгергеннен кейін, қазір сұранып жатқандар көптеп те естіп жатырмын да мен. Ал ондай арнайы бағдарлама бүгінгі күнде қазір жабылып қалды ғой. Ондай бағдарлама жоқ. Сол үшін ата-бабасына, атасы мен апасына құрметпен қарап, Доняға да басқа көзбен қарап қалдық қой осы подкасттың арқасында. Бір қосарым бар еді сіздің сөзіңізге. Негізі солай басында кішкене Иранның жағдайындағы қиналғандар, солар көшуге шешті ғой. Ол жерде жағдайлары жоқ адамдар. Бірақ менің атам ол жерде жағдайы жақсы болған. Алматыға келгенде таң қалған. Мысалы, Алматыға келген кезде олар Иранда ол кезде дамыған болған ғой. Келіп кішкене қиналған. Жағдай ол кезде нашар болғасын, бірақ өздерінің елім деп келгесін, солай қаламыз деп шешкен.
олар Иранға қайтып бармаған. Кейбір адамдар бар, сол ақтаудың жағдайын Ираннан нашар көріп тағы артына қайтып кеткен адамдар өте көп. Тұра алмай. Бірақ шынайы өздері келген адамдар, Қазақстан деп, қазағым деп келген адамдар қалып қойған. Сонда олар Ақтауға келіп, оларға ол кезде пәтер берген дұрыс па? Пәтер берген. Ал қайтып кеткен кезде пәтерін не істеді? Сатып жіберіп қайтты ма? Пәтерін сатып жіберіп қайтқан, Сонда қолданып тұр ғой біздің. Жоқ, қалай айтады? Олар жағдайға шыдамаған шығар, үйрене салмай қайтқан шығар олар Иранда. Онда пәтерді сатып ақшаны біздің үкіметтің қаржысына қайтарып солай істеді ме екен? Білмеймін. Ол кезде кейбіреулері солай қайтарып берген шығар, кейбіреулері сатып берген шығар. Енді өздеріне берілгесін, олар Иранда барлық үйлерін, нелерін тастап келген адамдар ғой. Сол себептен ана жақтағы үйлері енді ол жерде үйі болмай, мына жақта тастап кетсе, ол арада қалып қояды ғой. Қалай айтады? Дымсыз қалып қояды шығар. Сол себептен мен ойлаймын, оларға берілген болғандықтан, олар өздерінікі болғасын енді сатқан шығар. Солайды. Доня Алтынай, жалпы Қазақстанға келген кезде сіздерде қандай алдын ала ойларыңыз болды және негізінде қалай болып шықты? Мүмкін ойыңызбен осы жерде көргеніңіз сәйкес келмей қалған шығар, әлде керісінше жақсырақ болып шықты ма? Жалпы осы жаққа келген кездегі өздеріңізді хикаяңызды айтып бересіздер? Негізі былай дейді ғой, бір жерге келген кезде неше түрлі үмітпен барасыз. Бір кішкентай магазинге барсаңыз да, бұл үлкен бір мемлекет тұрса, әрине жақсы жағына қарай ойлайсыз, жаман жағында енді болатын шығар дейсіз. Бірақ өкінбейміз. Мен ойлаймын, әрбір қазақтарда, келген қазақтарда өкінбейтін шығар деймін. Қиыншылық жоқ десем өтірік болады енді. Қандай қиыншылықтар болды? Енді қиыншылық деуге де болмайтын шығар. Қиыншылық болғанда ең біріншісі тілден, өзім Қытай тілін. Енді ешкім кінәлі емес оған. Енді Қазақстанның әрбір адамдары, саясаты бәрі кінәлі емес ол. Мен өзім Қытай тілін бітіргем, Қытай тілін оқығам. Қазақшам керемет деп айта алмаймын. Келген кезде қазақша біліп келдіңіз бе? Иә. Енді Қытайдағы қазақтардың барлығы өзінің ана тілін өте құрметтейді. Қазақша сөйлейді, қазақша сөйлейді. Бәрі қазақша сөйлейді. Мысалы, қаншама көп ұлт тұрса да, екі қазақ кезіккен кезінде ол міндетті түрде қазақ тілінде сөйлейді. Содан кейін қазақ тілін сөйлеген мақтаныш етеді. Сонда мына жаққа келген кезде тіл жағына қандай қиындық көрдіңіз? Ең бірінші келе қалған кезінде маған өкімет орындарына барған кезінде қазақ тіліне қарағанда орыс тілін көбірек жауап қайтарады. Енді орыс тілін біз бұрыннан енді шынымен айтсам көп естіп те көрген емеспіз. Сол себептен көп қиналып қаламыз, сонда түсінбей қаламыз. Сонда қазақша сөйлеп тұрсаң, сізге орысша жауап береді, қазақтардың өзі? Қазақша былай жауап береді, ортасына атауларды орысшамен айтады. Орыс тілімен айтады. Орыс сөзін араластырып сөйлейді. Орыс тілін. Енді өзім жөнінен ең бірінші мысалы да, Қытайдан келген қазақтарға айтқанда ин бітір дегеннен бастайды енді. Ин нөміріңізді сұрайды. Ин дегенді қазақтар түсіну сәл қиындау болады. Енді оны интернетпен аударсаңыз да, Қытай тіліне аударған кезде ол заңды түрде налог тапсыру нөмірі деп шығады. Ин деген паспортта болатын енді айтып тұрсыз. Ол қорқытып жіберетін шығар, мен келмей жатып қайдағы налог деген. Көбінесе солай болады. Мәссаған, мен кірмей жатып менен налог сұрап жатса, сонда қандай жағдай болып кетті дегендей. Сонда мен бірдеңке істесем, онда тіпті пәле болатын шығар деймін. Бұл енді қалжың. Сол иннан бастап енді сондай көп атаулар әлі де орыс тілінде тұр, сол себептен сондай қағазды нәрселерді әсіресе қағазды толтыратын көбі орыс тілінде тұрған кезінде қатты қиналады. Бұрынғы қарағанда көп өзгеріс көп өте жақсы жаққа қарай келе жатыр. Бірағында мен өзім оқу ағартуда болғаннан кейін оқу ағарту жағынан көбінесе орыс тілінде көп атаулар дегендей. Бұрыннан қарағанда болғанда сіз мен бұрын 2012-де бір рет келгенмін. Оған қарағанда көп өзгерістер көп. Ол кездерде тіл жағынан көбінесе орыс тілін, атаулардың бәріне орыс тілін, қазақ кейбір материалдерінде толтыратын граппа дегендердің бәрі қазақ тілінде жоқ дейтін. Қазір қазақ тілінде де бар.
бірақ ішінара атаулар әлі де орыс тілінде тұрған, соған қиналады. Негізі біздің қазақшаға керек емес нәрселерді аудара береді ғой. Мысалы интернет деген сөз, бүкіл елде интернет болса, бүкіл қай елден қарамасаң сол сөз аударылмайды. Бізде мысалы соны ғаламтор деп. Ғаламтор сон бір нәрсе. Мысалы қазақ граммар шығарды ғой жақында, интернет, ғаламтор сөз интернет деген сөзді білдірмейді деп. Ол шатастырып сөйлейді деп адамдар. Ал қазір айтып жатқан мысалы керекті документтегі сөздер, мысалы көп сөздер аударылмаған, көбі қазақшасын білмейміз, керек нәрсені аудару керек, ал керек емес нәрсені тиіспеу керек деп ойлаймын да. Мысалы бүкіл әлемдік сөздерді қалдыру керек. Интернет сияқты, компьютер сияқты сөзді мысалы керегіне аударып. Ең бастысынан енді өзім оқу ағарту саласынан көп істегеннен кейін оқу ағарту саласына көп мән берем шындығында. Адам өзіңнің мамандығыңа қарай көп назар аударасыз дегендей. Менің қызым кішкентай болды, балабақшаға кірді. Бір күні келіп, кеште келіп маған қайттым, мама мен тұрмайым деді. Қазақстаннан кетейік деді ме? Әлде балабақшаға бармайым деді ме? Бармайым деді. Мен бармайым деді. Енді мен ана болғаннан кейін баламның кішкентай аяғы, былай айтады ғой, баламның аяғына кірген тікен менің маңдайыма кірсін дегендей. Балам кішкентай қиналып қалса, шынымен де кей кезде өзім ойланып қалам. Жақсы ортадан мүмкін дұрыс жерге әкелмедім ба деп кей уақыттарда сондай балам қиналған кезде. Өзім қиналып қалсам да ондай сезілмейді. Бала қиналғанда ол болашақ қой, неге десеңіз. Ол болашақ, егер кішкентай кезінен дұрыс тәрбие болмаса, ол қалай үлес қосады деп ойлайсыз. Балабақшада болғанда бір күні қызым келіп тұр. Былай айтады: "Мама, сонда ұлдар өзінің нәрсесін жинамайды, қыз бала ғана жинай ма?" деп. Жоқ, әркім өз нәрсесін жинау керек, өз затыңызды өзің жинау керек десем, кім айтты саған олай, не себептен деп айттым енді кішкентай бала болғаннан кейін. Айтады: "Бүгін мен ұйқы киімімді шештім, мен жинаған жоқпын, бірағында апай айтты, сен жинауың керек деді. Сосын тағы да қасындағы баланыкімді сен жинауың керек" деген. Менің қызым ерке болды. Үйде де ерке болғаннан кейін кішкентай болса да, "Жоқ, мен апай, мен жинамайым" депті. Десе, "Жоқ, сен жинайсың. Жарайды, онда мен өзімдікін жинайын" десе, "Жоқ, ана қасындағы ұл баланыкін де жинайсың" деген. Енді сол апай дұрыс болмады ма, жоқ басқа орта солай ма? Қызыма негізгі келген тәрбие былай болған: сен қыз болу үшін жиюң керек, ұл баланыкінде сен жиюң керек деген. Қыздың дәрежесін сол балабақшада төмендетіп тұрған. Қыз бала, ол кішкентай бала ғой. Ол деген әлі кішкентай бала тұрса, оған не себептен сондай ауыр сөз, менталитетін дұрыс тәрбие емес қой енді. Мүмкін енді қыз бала, енді дұрыс, енді әрине қыз бала үйді жию керек. Менің анам да айтатын, қыз бар үйде шыбын тайып жығылатындай болып жылтырап тұру керек, қыз бала деген жию керек. Ол дәстүрлі тәрбие, ол дұрыс емес деп айта алмаймын. Бірағында сен қыз болу үшін жию деген, қыз баланың дәрежесі ұл баладан төмен деген, ол дұрыс емес. Негізі мен естігеніме біртүрлі болып отырмын ана қыздың. Себебі мен қазірде көремін, жасы өскен қыз балаларды бөлетін, қыз болу керексің, қыз сияқты, сен шай құю керексің, сен жинау керексің деген сияқты. Ондай негізі Иранда да аз ондай көзқарас. Себебі қазіргі заманда қыздар ұлдың жұмыстарын істей алатын қыздар, себебі қыздар қазір бөтен емес қой. Жұмысқа, мысалы, банкке барады қыздар жұмыс жасайды, бәр нәрсе еркектің атқаратын жұмыстарын қыздар да атқарады ғой. Иранда керісінше төмен емес па? Сондай тамам Нұрқожаның таңғалған түрін байқадыңыз. Қытай жарайды, ол жақта мысалы коммунизм, олар ол жақта теңдік, ал Иранда жаңа шариғат заңдарымен былай айтқанда Иранда әйел адамға права, жаңағы жүргізуші куәлігін енді беріп жатқан жоқ. Жоқ, ондай нәрсе жоқ.
иә, сонда мысалы қазір қыздар да бөтен емес, сол себептен не себепті ұлдар мысалы үйде көмектесуге ұялады мына жерде Қазақстанда, мысалы қыздың жұмысы деп, қыздың жұмысы деп, кухняға араласпайды ұлдар деп, еркек қой деп, мысалы ер адамға сен қалай айтады, қызмет көрсету керексің. Ондай Иранда негізі бұрында болмаса, қазір ондай емес. Сен мысалы Иранда қазақтарды айтып жатсың ба, әлде ирандық парсыларды айтып жатсың? Қазақтар да қазір сол менталитетмен өсіп жатыр. Себебі бізде қазақтар ирандықтармен араласып кеткесін сол жақтың менталитетіне ұқсап кеткен ғой. Жаңа тіл мәселесінде бір сөзім қалып қойып еді, соны қосып жіберейін. Бізде мектеп болмаса да қазақтың мектебі, мысалы қазақтың мектебі болса, Иранда міндетті түрде біздер қазақ мектебіне баратын едік. Ондай қазақ мектебі жоқ қой. Бірақ қазір қосымша сабақтар болады ғой. Қазақты енді 1-2 жыл болған шығар үйретіп жүрген қазақша тілді. Оны қуанып барып үйренеді, кішкентай балалар қуанып мақтанышпен қазақша тілді үйренеді. Бірақ біз кішкентай кезімізден қазақша тіл ешқайда үйретпеген, өзіміз үйде сөйлесіп, және Қазақстанға келіп кетіп жүргесін, солай қазақша сөйлеуді үйрендік. Бірақ негізінде мына жерге келгенде мен кейбіреуге қазақша сөйлейін десем, орысша жауап береді. Не себепті десем, ол айтады, себебі біз орыс мектебін бітірдік де, қазақ адамдар. Орыс мектебін бітіргесін біртүрлі қазақша түсініп тұрса да сөйлегісі келмейді. Мен өзім сезем ғой. Қазақша түсініп тұр, қазақша сөйлей алады, бірақ біртүрлі орысша сөйлегенде кішкене күштірек деп санайды. Жоқ, күштіректен бұрын Совет өкіметінен қалып кеткен түсінік қой. Егер сен білімді болсаң, демек сен орыс тілін білесің. Ал егер сен орыс тілін білмесең, демек сен білімсізсің. Сондай қалыптасып кеткен. Мүмкін, иә, солай. Сосын, мысалы мен қазақша айтқанда ол орысша жауап бергесін, енді мен амал жоқ қой, сөзім түсіндіру үшін мен ағылшынша сөйлеймін. Ағылшынша сөйлегенде олар мысалы кейбіреулері жауап береді, кейбіреулері жауап бермейді. Ағылшынша сөйлеген кезде көз қарасы сразу енді мысалы басқаша болады. Тек қазақша сөйлеп тұрса, ауылдан келген деп менсінбей тұратын шығар. Может, иә, солай менсінбей. Мысалы бір қызық нәрсе айтайын, мысалы Алматыда бірақ қазір жақсы болған, білімді адамдар қазақша сөйлеуге тырысады, қазақша өздерінің несі оянған қазағи қалай духы оянған ба, бірақ рухы оянған. Бірақ неде мен Ақтауда болдым ғой. Ақтауда бір жұмыспен барған едім. О жерде керісінше біз ойлаймыз ғой, Ақтауда адамдар қазақша сөйлейді, о жерде қазақ ортасы деп. Керісінше жастар тырысады екен орысша сөйлеуге, өздерін кішкене заманауи сезілуге ма, білмеймін. Ақтауға кіргізбей қоймасын енді. Ақтауда керісінше мен барған кезде бүкіл жазу қазақша, о жақ керісінше қазақи деп ойладым. Білімді адамдары бәрі қазақша сөйлеп, қазақша сөйлеуге тырысады. Бірақ кейбір адамдары солай екен. Бірақ мен білімді адамдарын көрдім, өте жақсы адамдар. О жерде достарым өте көп. Олар бәрі қазақша сөйлейді, қазақша салт дәстүрді ұстанады. Бірақ көбісі кішкентай жастарды айтамын, әлі есеймеген. Солар тырысады екен. Керісінше Алматыда қазір жағдай жақсы. Қазақша сөйлейді, қазақша сөйлеуге тырысады. Одан ұялмайды десем де болады. Ал енді осы жерге келген кезде, Қазақстанға келген кезде сіздер жаңа қиындықтарды әлі айтқан жоқсыздар. Қандай қиындық осы? Мүмкін шектету көрдіңіздер ма? Әлде өзіңізді біртүрлі сезініп жүрдіңіздер ма? Мысалы қазақтардың арасында сондай жағдайлар болды ма? Шектету дегенде мен өзім қатты сезінбедім. Себебі мен бұрыннан да Алматыға келіп кетіп жүрген жазда біз Алматыға келетінбіз демалысқа, ата-апамның қасына. Сол себептен мен бұрыннан таныспын Қазақстанның несіне, жағдайына. Осы жерде достарым бар, ешқандай ондай шектетуді сезген жоқпын, бірақ енді өзім Иранда да мен тоже жағдайым жақсы болды. Мысалы, жұмысым жақсы болды, бірақ Қазақстанға енді өзім көшіп келдім ғой, қазақ еліне үлесімді қосқым келіп. Сол кезде жұмыс табу қиын болды маған. Себебі барлық жерде орысша білу керексің біріншіден. Қанша білімді болсаң да орысша білу керексің біріншіден. Сол себептен бірінші мен авиакомпанияда жұмыс жасадым. Енді жұмыс жасап үйреніп қалғасын үйде отыра алмаймын. Одан кейін посольствода жұмыс жасадым.
иранлықтардың документтерімен жұмыс жасап жүрдім. Одан кейін өзі мамандығымда жұмыс жасауға Елзатты тауып алдым. Елзат себебі қазақша сөйлейтін компания, қазақи нелерді менің компанияма реклама жасап. Иә, қазақи нелерді қолданғасын мен қуанып кеттім. Осы жерге өзі мамандығыма жұмыс жасасам болады екен ғой. Елзатмен таныстым, бірінші кездесіп көрдік. Сосын жылы мені күтіп алды. Қазірге дейін күшті жұмыс жасап жүрміз бірге. Соған қуанып қалдым. Дұрыс, енді орыс тілін сұраған қызық екен бүкіл компания. Елзат Мұқашты мадақтау айдарына қош келдіңіз. Елзаттың компаниясында бәрі қазақша орыстар да жұмыс жасайды, орыстар да қазақша сөйлеп кеткен, олар да қазақша сөйлеуге тырысады. Себебі маған айтып қояды ғой, қазақша сөйлей бер. Ең қызығы бар ғой, мен айтып кетейін, екеуі бірге отырады, Олег деген жігіт бар, ол бізге келген кезде қазақшаны білмейтін. Ал Доня бізде ол орысшаны білмейді. Екеуі бір-бірін әрең түсінеді ғой. Сонымен ойлаймын, шығармашылық тілімен түсінетін шығар деп ше. Жоқ, қазір ол жақсы қазақша түсініп, қазақша маған жауап береді, соған қуанып. Солай. Мен өзім енді Қазақстанға келіп жүрген адам болсам да, кейбір қазақша сөздерді білмей жүрдім. Мысалы амандасу шыны керек, мен привет дегенді мен ойлатым қазақтың тілі ма деп, қазақтың сөзі ма. Шын айтамын, мысалы мынаны қою керек қой басына, неге тизер. Привет, как дела деген қазақтың сөздері. Как дела? Енді біз кішкентай кезімізде ағалар, тәтелер келеді ғой, привет, Доня деп. Сонда соны үйреніп қалғанбыз. Соны үйреніп, солай амандасатынбыз. Сонда осы жаққа келіп білдің, не орыс сөзі екен? Иә, біраздан кейін білдім да. Біраздан кейін білдім. Біз бұрында келгенде одан сайын қиын еді. Бәрі орысша сөйлейтін. Қиналған жағдай тек тіл мәселесі болып тұр ма сонда? Басқа қысылым ешқандай негізі көрмей ма? Өйткені жаңағы Instagram, TikTok желісінде көптеген оралмандар, жаңағы блог жүргізіп жатқандар қысым көреміз, осындай қорлық көреміз деп жатады. Өзіңде есіңде ғой, мысалы Ираннан келгенде бір қалып қойған мемлекеттен келген шығар деп ойлайды да басында. Есіңде ғой дегенде мен Ираннан келген жоқпын. Жоқ, мысалы мен келгенде солай ойладың ғой. Иә. Солай бір қалып қойған мемлекет, сізге негізі информация батыстан келеді ғой, Иранды біртүрлі не көрсетеді да, қалып қойған. Негізі Иран дамыған, және біз Иранда ирандық адамдар білімді, сол жағынан бір кішкене қиналам да, дүмкем құрып жүреді, түсіндіре алмай. Жоқ, Иран осылай, Иранда сіз ойлағанда емес деп, адамдар жабай емес, қыздарды олар не істемей шектетпейді, керісінше бәрі бірдей деп. Иә, сосын Доняның бір рет айтқаны, біз жаңа ары бері жүреміз ғой, объектілерге барып, сол кезде мешіттерді көрген сайын салыстырмалы түрде айтады да, Қазақстанда Ираннан да көп мешіттер дейді. Оның үстіне жұмада толып жатады дейді. Бізде стереотиптер иә Иранда. Иә, ал Иранда жұмада мешітте адамдар болмайды дейді. Солай. Менің қызым 6 жаста, ол келе салған кезінде 5 жас, 4-тен асқан кезінде келді. Су малтауға апардым. Орыс тілін біле ма деп сұрады мен. Су малтау. Су малтайтын жүзетін жер ма? Жүзетін жер дейді ғой. Біз бассейн дейміз. Иә, бассейн деген енді сіз айтып тұрсыз, бассейн деген енді орысша. Негізі басқаша емес пе аудармасы бассейннің? Енді жалпақша сөзбен айтқанда су малтайтын жер деп біз айтамыз балаларға. Су малтау күштісіз? Жоқ, күштісіне күшті ғой, бірақ қазақша аудармасы бар бассейн. Жоқ, бар. Біз бассейн дейміз. Иә, сіздер міне бассейнді үйреніп кеткенсіздер. Орысша сөздер көп еніп кеткен. Ал мысалы Қытайдың қазақтарында біздің көне қазақтық сөздер қалып қойған. Иә, көп жалпақ сөзбен сөйлейді. Монтаждың кезінде жазыңыздаршы. Иә, содан жазылу керек бассейн. Иә, енді су малтайтын жерді тауып үшін маған шындығында қиын болды. Ешкім ол жерде су малтайтын жер деп тұрмайды ғой шындығында. Су малтауға десе ол не дейді ғой бәрі. Енді жүзетін десе қалай теңізге барып жүзеді деп түсінемін маған енді. Ол жерде содан кейін енді ойланым, енді спортқа қатынас байланысы бар жерлерде бар шығар деп. Қызымды 5 жасында апардым, маған қойған сұрағы орыс тілін біле ма деді. Жоқ, орыс тілін білмейді дедім. Бассейннің өзінде орыс тілін сұрап тұр, иә? Иә, өздеріңіз енді Алматыда, Астанада шынымен де егер маған
бірге барам, маған дәлелдеп көрсетем десе, мен шындығына бара аламын әзірде. Бүткіл Алматы бойынша су малтауды, су жүзетінді үйрететін ұстаздар барлығы қазақтан емес, басқа ұлттардан болады. Олар қазақ тілін сөйлей алмаймыз деп тұрады. Менің 5 жастағы қызыма содан айтады, оған қалай түсіндіресіз енді? Оған қалай түсіндіресіз? Жоқ, ол айтады, маған айтады, жоқ, сізді қабылдай алмаймыз. Не себептен десеңіз, сөз түсінбейді дейді. Сөз түсінбеген, енді малтаумен сөз түсінбеген қатты байланысы жоқ нәрсе ғой. Байланысы жоқ нәрсе ғой, енді сіз әрекетін түсіндіресіз ғой десем, жоқ, оған айтады, қалай демалады дегенді, сонда ол орысша түсінбесе қалай үйретеді дейді. Енді оныкі да айтып тұрғанда. Сіз қызыңызға оны қалай түсіндіресіз? Мысалы, сізге қызыңыз сұрақ қоятын шығар, осы неге біз Қазақстанға келдік, енді қазақша сөйлемейміз деп. Әрине солай болады. Содан кейін қызым анамын ғой енді мен. Балам ондай қиналып келсе шындығында өкінбеймін десем өтірік болады шындығында. Қызым, кішкентай қызым сондай қиналған кезінде мүмкін келу керек емес шығар деп ойлаймын. Жай бір спортқа қатынасудың үшін сондай қиыншылық көрген кезінде мүмкін мен дұрыс істеген жоқпын деп ойлаймын. Мен кішкентай кезімде мен айтып тұрмын, мен тұрған қалада қазақтар аз болды, бірақ ата-анам мені ана тілімді дұрыстап үйретті. Көп рахмет айтам. Қытай тіліне мен ешқашан қиыншылық көрген жоқпын. Қарсысына барлық жерде мен қазақ болып тұрып, Қытай тілінің алдында, Қытай мемлекет тілі болсын, өзіміз тұрған қалада Гонконг тілін сөйлейді, ол тілін болсын да, Қытайлардың алдында мен біріншілік, екіншілікке бүйтіп тұра аламын деп ойлаймын. Енді Қазақстанға келген кезінде 5 жастағы қызымның өзін бір су малтауға бару үшін, орыс тілін білмегендігі үшін ол жерде үйрене алмағанына өзіңізді кінәлі сезінесіз? Иә, өзімді кінәлі. Мен анамын ғой, алып келіп тұрған менмін. Содан кейін менің қызым енді айтпайды емес, айтады. Мама, біз бұрынғы өзіміз тұрған үйге тұрсақ болмай ма? Сол жерде менің достарым бар ғой, мен суға барып ойнағанда ешкім бар мені қабылдай береді. Бірақ мен 5 жастағы балаға қалай түсіндірем? Сен орыс тілін білмегендігі үшін бұл жер сені қабылдамай тұр деп. Мен тек қана қазір осындай микроб бар, далада ауру болып жатыр, кішкентай балаларды қабылдамайды деп солай тоқтаттым. Келген кезде 4-тен асқан, қазір 6-дан асты. Енді мәжбүрлеу түрде десем болмайды, амалсыздықтан ол орыс тілін үйренді. Қазір бассейнге бара береді, сіздер айтқандай. Су малтайтын жерге де барады, кішкентай балалар барлығы балалар ойнайтын жерге бар қатынасады. Неге десеңіз, орыс тілін біледі. Енді тіл деген нәрсе былайша айтқанда ол бір құрал, бір сайман деуге болады. Бірақ Қазақстанға келіп, орыс тілі ортасында кедергі болып тұр дегенде шындығында жүрегім ауырады. Көп мамандығымен, өзінің мамандығымен, ең жүрегім ауыратыны медицина жағынан, малдау дәрігерлік жағынан көп мамандар келді. Бірақ сол тіл білмегендік үштен, сол себептен сондай зерттеу орталықтары ол кісілерді қабылдамайды. Ол өте қиын шындығында. Келгеннен бастап өзінің, мысалы өзіңіз ойлаңызшы, бұрын бір медицина жағынан жүрек, миған тамырынан мықты профессор болған Қазақстанға келген кезінде орыс тілін білмегендігі үшін білімін дәлелдеп көрсете алмаса, ал қазақ тілінде ол кісі қазақ тілінде сөйлейді. Жаңа сіз айтқан интернет деген құсаған көп, енді медицина жағында көп тілдер ағылшыннан келгеннен кейін ағылшында сол айта алады. Ал бірағында орыс тілінде ол істетілмейді. Бірақ соған қарағанда, мысалы шетелден, мысалы Франциядан болсын, Ресейден болсын келген мамандар, олар ешқандай қиындықсыз алғашқылардың бірі жұмыс тауып жатыр, иә, мысалы? Иә, олардың бәрі жұмыс тауып жатыр. Не себептен дегенде, олар ағылшын тілінде. Ал қазақ біз өзіммен келген енді медицина жағынан болсын, әл саладан келген кісілер өз саласында ағылшын тілін біледі. Бірақ ол ағылшын тілін не себептен қолданам деген оған намыс келеді. Не үшін келдім Қазақстанға? Одан да мен өз Қытайда тұра берсем де болатын еді деп солай. Сол үшін көбісі қайтып жатқан шығар, иә? Қайтып жатыру, қайтқандар өте аз.
қайтқандар соның өзінде қалып жатыр, иә, қиын соның болса өзінде да. де ұлтым деп, жерім деп, елім деп. Енді кішкентайымнан мағанда біртүрлі қазақ тілін сөйлеген, қазақи киім киген дегендер мақтаныш етемін. Не себептен мен қазақпын деген. Содан кейін мен кішкентайымнан көрген тәрбием өз ұлтымды көтеру үшін басқа ұлтты таптамаймын. Бірақ басқа ұлт өз ұлтын көтеру үшін, егер менің ұлтымды таптап жатса, оны әрине мен қарап тұра алмаймын. Сіз жаңа айтып жатсыз, көп мамандар келгені сол үшін қайтып жатқан деп. Жоқ, олар қайтып жатқан жоқ. Керісіне ол кісілер қалып жатыр. Неге деген кезінде әзір басқа ұлттар өздерін Қазақстанға келіп көтеру үшін қазақты таптап жатыр деген. Қазақтың қазақ тілін, рухын деген нәрселерді таптап жатыр. Өзге елде сұлтан болғанша өз елінде ұлтан бол деген сөз бар. Иә, сол үшін көп кісілер енді бір ұрпақ жарайды, біз жаңа айтып жатырмын ғой, менің қызым қанша қиналса да мен оған көмектесіп осы жерде қалу үшін бір ұрпақ мен мүмкін қиналамын шындығында. Негізі дұрыс айтасыз, тіл құрал деп айттыңыз ғой. Сол негізі құрал ретінде сіз сияқты, сіз мысалы мамандық алу үшін Қытай тілін құрал ретінде қолданып мамандық ала алдыңыз, иә? Дәл солай біздің Қазақстанда да егемендік алған кезде орыс тілін қолданып, мысалы көптеген қазақтың жастары білім алды. Өйткені жаңа сіз айтып жатқан кейбір сөздер бар ғой, ғылыми сөздер, қазақ тіліне аударылмаған сөздер негізі бар, иә, ондай аударылым жоқ. Сондықтан көптеген әдебиеттер орыс тілінде бар. Соның арқасында, орыс тілінің арқасында құрал ретінде қазақтың жастары 90-шы жылдары кішкене болсын мәдениетті болып қалды. Ал менің ойымша дәл қазір сол шақ, сол құралдан айырылуға. Қазір ағылшын тілі оны алмастырып жатыр, иә. Қазір бүкіл әдебиет, бүкіл білім негізі ағылшын тілінде. Бірақ соның өзіне мысалы қазір көптеген қазақтар қазақ тіліне аударып жатыр. Жай тегін өзінің елі үшін. Меніңше қазіргі заманда, осы интернет заманында қазақ тілімен ақ білім алуға болады. Көптеген сөздер аударылды, көптеген әдебиеттер де аударылды. Сондықтан орыс тілінен құтылу керек. Бізде стереотип қалып қалды, мысалы білімді адам орыс тілінде сөйлейді деген. Ол стереотип жайлап сен, мен, біз арқылы құриды. Ол қалай құриды? Өйткені білімді блогерлер, сондай кісілер қазақ тілін құрметтеп тек қазақ тілінде жүргізіп жатса, блогын, иә, мысалы байлар интервью берген кезде қазақша сөйлеп жатса, сол кезде қарапайым халық соларға сүйенеді ғой, былай қарап, үлгі алып, иә, соларды көріп, мынау күшті екен деген стереотип басқаша болып өзгереді. Сондықтан соның өзгеруіне үлесімізді әр қайсымыз қосуымыз керек деп ойлаймын. Солай бізде Иранда мысалы бір Қазақстаннан бір нәрсе келсе, мысалы осындай киімдер болса, жаңа осында тұрған киімдер, бір қазақша бір нәрсе болса, қатты бағалайды. Ол жерде қатты бағалап, қазақша киім кигісі келіп жүреді. Және осындай кішкене қазақтың футболка болса да үстіне киетін, соң үстінде кішкене туысы болса қазақша, соны қымбатқа сатып алып қуанып киеді. Сонда о жақта қазақтар ұлттық киім киіп жүре ма? Жоқ, ұлттық киім кигенде сол Қазақстаннан келген біздің мысалы келіншектер, әйелдер, иә, ұлттық киім киіп жүреді. Осылай бешбет дейміз осыған біз. Иә, бізде бешбет дейміз. Иә, бешбетті олар, иә, бізде nimша дейді. Иә, қымбат болса да қымбатқа сатып алады. Надар бір кішкене оларға лакжери көрінеді да, әдемі киім көрінеді. Ең күшті киім киейін десе, осындай Қазақстаннан келген бешбеттерді киеді. Ұзын қазақша көйлек киеді. Ол жерде қазақтың тойдарының ішінде және өздерінің арасында қонаққа барып жүрсе, сол қазақи киімді өте құрметтеп киеді. Және қазақ киімнен бөлек те бір Қазақстан шоколад болса да, Қазақстанның кішкене туы болса бір жерінде, оны қатты бағалайды. Елін аңсап жүреді ғой енді. Иә, елін аңсап жүріп, соны бағалап, және салт дәстүрді көріп, осы жерге келіп үйреніп, мысалы тұсаукесер, сондай нәрселерді үйреніп, сол жерде. Былай айтқанда, мысалы Иранда жаңа nimша сияқты кимешектерді бағаласа, ал бізде көптеген қазақтар ол ауылдан келген бір арзан зат сияқты көреді, сол деп отыр ғой айырмашылығы. Иә, мен мысалы мынаны жаңа жерде көріп, іліп тұрған көріп, әдемі көріп киіп алдым, қазақи көріп.
сол сияқты ол жерде қатты бағалайды Қазақстаннан келген нелер. Мысалы менің әжем осындағы осындай кішкентай ескі нелерді ақшаларды ол деген Қазақстанныңкі деп не қылып оны безендіріп әдемілеп киімдеріне іліп жүреді. Қазақстан теңгелеріне ескі теңгелер болады ғой, соларды безендіріп оны қымбатқа сатып алып соларды сөйтіп мақтан тұтады. Бұрын сөйтетін бізде де Алтын Орда кезінде теңгелер тесіп әшекей қылып тағып жүретін. Иә, қыз баланың мен ойымша бар ғой, былай бізде мысалы қазақша киім іздесең тез тауып аласың арзанға. Сол үшін мен ойымша бізде құндылығы жоғалып кеткен да оның. Ал Иранда мысалы оны табу қиын. Құнды, өте құнды. Қытайда оны табу оңайырақ Ираннан гөрі мысалы. Қытайда оңайырақ, бірақ егер Қазақстанның мысалы рахат деген кәмпитін өте жоғары. Баян сұлуды, қадірлі құрметті сондай дастархандарға ол міндетті түрде үйінде ештеңе жоқ болса да бір Қазақстанның кәмпитін алып, рахатты, баян сұлуды сондай мақтаныш етеді. Қазақ киімді мақтаныш етіп киіп, мысалы Қазақстаннан алдырып оларды киіп көрсек деп немесе бір-бірінен алып киімді сомен суретке түсіп көрсек деп сондай қатты бағалайды. Құндылығы өте жоғары қазақтың киімдері. Мен приложение бар, әртүрлі елдегі радиоларды тыңдауға болатын. Сол жерде мен Қытайда осы Қазақстанға жақын бір қаладағы радионы қосқам, қазақша радио ойнап тұр екен. Қытайда бар. Қытайда бар екен, ал Иранда жоқ негізі. Телевидение мысалы қазақша контентті көре ме ол жақтағы қазақтар? Әлде тек қана парсының Қытайдың контентін көріп? Негізі Иранда олар спутникмен қарайды Қазақстанның каналдарын, спутникмен соған мәз болып қарайды бәрі. Мен үйде мау папам да тоже солар қарап спутникмен Қазақстанның каналдарын қарап қуанып отырады. Сол жерден қазақша үйреніп, олар қатты қазақшаны мен сияқты, мен енді өзімді керемет білетін сияқты сезінемін қазақшаны. Сонда қазақша ол жақта да құлдырап жатыр ма? Енді олар Қазақстаннан алыс болғасын, фарси көп араласып кеткен, олар қолданбағасын. Бірақ қазақша сөйлейді. Үйде мысалы менің кішкентай інім бар, ол кішкене нашар қазақшасы. Ол парс тілінде сөйлейді. Парс тілінде сөйлейді. Біз мысалы телефонмен сөйлегенде парс тілінде сөйлейміз бір-бірімізбенен. Себебі оған кішкене қиындау түсіндіру қазақи сөздерді. Бірақ әке-шешем сонда нелерді қарап, сол қазақшаларын дамытады. Бар ма осы Иранда мысалы біз тіліміз сақтау керекпіз деген? Әйтпесе біз парсы болып кетеміз деген жоқ па ондай тенденция? Негізі сондай бар. Және бізде қазақша сөйлеу керек, біз бір-бірімізбен не парсы сөйлеп отырсың деп біртүрлі жақтырмайтын қарайтындар бар. Менде бір сұрақ туындап тұр. Қалай ойлайсыздар достар? Иранда көптеген елдерде қазақтар бар. Солар сол жерде тұра берсін ба? Әлде Қазақстанға оралғаны дұрыс па? Мен оралғаны дұрыс деп ойлаймын. Себебі бізде қазір мысалы 18 миллион халық, демография жағынан ол өте аз деп ойлаймын. Және мысалы әлемдік стандарт бойынша мықты елде 50 миллион болу керек кем дегенде. Сол үшін меніңше бүкіл әлемнің қазақтарын жинағанымыз дұрыс болар деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Негізі қайтып кеп бәрі осы Қазақстанда тұрса деп ойлаймын. Жай ғана адам саны үшін емес, мысалы мықты мамандарымыз бар да, соларды әкеліп Қазақстанға пайдасын тигізуге мүмкіндік беру керек. Кем дегенде мүмкіндік. Себебі көбісі пайда әкелемін деп келіп жатыр, оларға мүмкіндік жоқ. Мен бұған дейін мысалы қала берген дұрыс шығар деп ойлайтын да, өйткені басқа елде мысалы біздің ұлт несі қазақтар тұрып соларға көрсетіп, біз қалай өмір сүретінімізді көрсетіп, қазақтар барлық жерде бола берген жақсы шығар деп ойлайтын. Бірақ қазір Дониядан естіп атып, ол тілінде жоғалтып атыр, салт дәстүрінде жоғалтып атыр дегенді естіп, шынымен де өзімізге оралып, барлығымыз бірге дұрыстанған дұрыс шығар деп. Енді мысалы қазір бізге келіп жатқан қазақтар айтып жатыр, мұны орыс тілінде сөйлейді, қазақ тілін білмейді деп. Мен ойымша, ол өткелі зат, өтіп жатқан. Себебі біз егемендік алғанымызға көп уақыт болған жоқ. Біртіндеп қазақ тілі оралады деп ойлаймын. Ал басқа елдің ішінде тұрып жатқан қазақтар керісінше өз тілін жоғалтады деп ойлаймын. Енді басқа елде тұрған елдер тілін жоғалтады, ұлтын жоғалтады деген ол мүмкіншілік менің түсінгенімде енді. Иранның мысалында айтып жатырмын да, мысалы қазақ тілін білмейді. Ауғанстанда да сондай. Жоқ, Иранда тұрса да міне Дония әзір міне
қазақ тілін әдемі сөйлеп отыр. Мен өзім Қытайда туылып, Қытайдың тілін 2,5 жасынан бастап балабақшада оқыдым. Менің балам да қазақ тілін әдемі сөйлейді. Сол себепті мен егер қанша басқа елде тұрса да, саныңыз аз болса да, ол өзінің тілін ұмытпайды. Не себептен дегенде, оның ата-анасы ең бірінші ұмытпау үшін оған сен қазақсың дегенді түсіну керек, өзінің ұлты үшін мақтанышу керек. Неге Қазақстанда қазақ тілін сөйлемейді, басқа тілді сөйлейді дегенде, өзі ұлтының мақтанышы жоқ, өзінің отанына сүйіспеншілігі аз. Адам өзінің ұлтына деген, өзінің отанына деген сүйіспеншілік болған кезінде өздігінен өз тілін сөйлейді. Қытайдағы қазақтар енді рахмет, енді Қытай үкіметіне радио болсын, телевизор болсын, бәрінде қазақ тілінде бар. Кешкі хабар, мысалы сағат 7-де Қытай тілінде кешкі хабар болса, қазақ каналдарда қазақ тілінде де кешкі хабар. Негізі Нұрқожа екеуміз таңғалып қалғанбыз ол жаңа Қытай өңіріндегі қазақ радиосының барлығына. Өйткені Қытайдың идеологиясын білеміз ғой, мықты. Басқа ұлттарды жою, басқа дінді жою деген сияқты. Сондықтан қазақ тілі радио сақталып қалғанына мүмкіндік беріп отыр ғой. Енді 56 ұлт болғанның 56 ұлттың ішінде бәрінікі радиосы бар, телевизор бар деп айта алмаймын. Қазақтар мықты болып тұр ғой. Қазақтар мықты болып тұр. Қазақтарда ол жай ғана бір ұлттың ішіндегі жүрген ұлт емес, ол Іле Алатау автономиясы бар ол жерде. Яғни ол кәдімгідей қазақ республикасы. Заңды жүзінде олардың Тарбағатай деген, Іле облысы деген, сондай өзі қазақтар тұрған, өз салт дәстүрін салған. Қанша ұзақ кетсе де, қанша мен тұрған қалада 7 семья қазақ болатын. Сонда да енді қазақ тілін, мысалы, демалыс күндері қазық арта дегендей қылып отырып, біз үйімізде ол әр жұма демалыс күні немесе жексенбі күні жиналыстар болады. Аз қазақ болса да, бір қазақи тамақ ішіп, қазық артамызды қойып. Енді Қытайда былай сөз бар, енді Қытайдағы қазақтардың ішінде қандай кедей болса да, әрбір қазақтың үйіне кірсеңіз, бір табақ жамбасымен, жай-жаясымен, немесе қосымшадарымен бір табақ ет алып шыға алады деген. Сол себептен қанша алыстап кетсе де өзінің ұлтына бір ұлт жойылып кетеді дегенге мен қатты сенбеймін оған. Қытай жағдайын ғана айтып тұрсыз. Иә, Қытай жақтарда. Иранда мысалы ондай жағдай жоқ қазір. Жаңа Доня айтып отқандай, ол жақта тіл біртіндеп жүріп жатыр. Ауғанстанда мүлдем ол жерде қазақ тілін ұмытып қалған, қазақ екенін ұмытып қалған қазақтар да бар. Ресей қазақтары ше. Жоқ, Ресейде қазақтарда да жақсы сөйлейтін көп кісілер бар. Мысалы, мен өзім танитын Доня ұқсаған жас қыз балалар қазақ тілін жақсы сөйлеп тұр. Мен онымен тамақ ішіп отырған жерде мен орысша жазылады көбінесе Қазақстанда ресторанда тамақ тағам. Иә, соның өзі барлығы негізі мәзір десейм. Былай айтқанда Доняның өзі айтып тұр ғой, менің мысалы туған інім өзі қазақ тілін ұмытып жатыр деп. Иә, ұмытып барғанда жойылып кету мүмкіншілігі өте аз. Мысалы, Доня міне қазақ тілінде сөйлеп тұр. Қазақ тілін ұмытқан жоқ, бұл Қазақстанға келгеннен үйренген жоқ, ол кішкентайынан сөйлеп келе жатыр. О да айтып отыр ғой, біз үйде, семьяда әлде қазақ тілін сөйлейміз деп. Сондай Қытайда да болсын, көп мемлекеттерде болсын, қазақ тілін сөйлеп тұрған қазақтарды мәдениетті деп, білім алған қазақ деп саналады. Қытайда болса да, егер қазақ тілін жақсы сөйлей алса, ол сөз ата-анасы білімді адамдар. Оларда статус бар, мәртебесі бар. Мәртебесі бар, жоғары санайтын дейді. Сол себептен баласы да жаңағы атасы мен апасының мәртебесі жоғары болған екен. Бізге сол жетпей жатыр ғой, мысалы қарашы, қазақ тілін білетін адам мәртебесі болу керек. Солай де. Ал енді бүгінгіні қорытындылайық. Елзаттан бастап не ойлайсыңыз бүгінгі әңгіме жайлы біздің? Бағанағы қорытынды бойынша тіл мәселесінен шетелден келген қазақтарымыз қысым көреді екен. Одан кейін білмегендіктен, мысалы Ираннан келген қазақтарды қалып кеткен мемлекеттен санайды екен. Қытайдан келген қазақтарды бір арзан бір зат сияқты көріп, сапасы төмен деп, сапасы төмен өндірісі бар. Қытайдан келген қазақтың да сапасы төмен деген сияқты. Сосын қандай қысымдар бар еді? Мен ойымша, ең басты мәселе бүгінгі айтылған, ол қазақ тілінің және қазақ болудың, нағыз қазақ болудың мәртебесі. Бізде ол мысалы қазір әлі қатты сезілмейді.
Қытайда, Иранда осы бүгінгіден естігеннен түсінгенім, ол жақта мен қазақпын деп қазақша киім киіп қазақша сөйлеп жүрсе, оның мәртебесі жоғары көрінеді, білімді адам ретінде. Бізде дәл сондай, мысалы, батысқа еліктеу жағынан болып тұр. Егер адам ағылшынша араластырып сөйлейтін болса, америкалық жаңағы киімдер киіп орысша сөйлесе, ол бізге білімді көрінеді. Ал таза қазақша сөйлейтін, шапан киіп жүрген адам, мысалы, ауылдан келген дым білмейтін сияқты көрінеді. Сол мен ойымша ең басты мәселе бүгін көтерілген. Менің ойым сол Қытайдан келген қазақтар мықты қазақтар негізі. Дұрыс, келісем толықтай. Үлесімді қосам деп келіп жатыр. Әр саладан келіп жатқаннан кейін солардың келген мамандығы бойынша көмек беріп, орыс тілін ұқпаса да, енді қазақ тіліне 5 болмаса да 4,8-де сөйлей алады. 5 әр саладан өзінің үлесін қоса алады, өзінің мамандығы бойынша көмектесіп, өздерінің үлесін қоса алатын жерге көмектессе ең дұрыс болады деймін. Ал жергілікті қазақтарды қолдау үшін, мысалы, мен бір айтарым бар. Мысалы, оралып жатқан қазақтарымыз бар ғой, шетелден келген қазақтар, қалай айтарымыз білмей қалдық қой, оралман дейміз ба? Айта беріңіз, оралман десеңіз де. Мысалы, солардың арасында өз-өзімен бөлектенуі бар, біз мынандай қазақпыз, сіз мынандай қазақсыз деген нәрсе болмау керек деймін. Жаңағы мен айтып кеткендей, ассимиляция, сіңісу процесіне. Сол себептен сол оралман, қандас деген айтпай, қазақ деу керек жай. Документ дегене былай, енді тоштыру керек қой, сіз қай жерден келдіңіз. Сол жердегі не былай оралман деген құсаған, қандас деген. Әдетте былай енді бөлу керек қой, сіз мысалы Алматы облысынан келдіңіз ба, жоқ Ақмола облысынан келдіңіз ба деген соғысаған дегене атау болып қана қалса. Документке мән бермей, кәдімгі өзің бір қазақ бәріміз бауырыңдай қабылдап, екі жақта да түсініспеушілік, мысалы, қандастарымыздан да түсініспеушілік былай болу керек. Біз жоқ кезде бұлардың өздерінің тарихы болды, бұл жерде совет өкіметі болды, сондықтан да бұл жерде орыс тілі көп, бірақ уақыт өте келе бұның бәрі түзеліп келе жатыр. Бір-бірін түсіну керек екі жақтан да. Былай қарасаң, мысалы, айфонның өзі кеше ғана iOS 16 шығарып, қазақ тілін енгізіп жатыр. Оның өзі прогресс, сондықтан барлығымыз үлесімізді қосып, тілімізді дамыту керек деп ойлаймын.